Смағұл Елубай, Ақ боз үй, 9 бөлім. Ғарасат майданы. Құрметті оқырман, осы каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Аспанда күн тұтылғандай, Лабақахун көп айтатын ғарасат майданы басталғандай. Көзі жас, көңілі пәс Хансұлу құмсақ жолменен ілбіп келеді. Арқасында бөпесі, артта бел астында моладай қаңырап ауыл қалды. Алда шаң буып мұнартқан беймағлұм көкжиек, белгісіз тағдыр. Бұлар жаяу жалпылап шұбырып келеді. Алыстан, арқа тұстан жұртта қалған иттердің созылтып ұлыған үндері естіледі. Жаманат хабаршысындай аспан астын құлазытып күңірене ұлиды. Хансұлу енді бұрылып кейін қарауға жүрегі дауаламады. Сәскеге көтерілген күн көзі шағырмақтанады. Шөл даланың әр тұсынан шаңыт бұрқылдайды. Бұта біткен боздап уыл салады. Көзге қиыршық құмырады. Жалпақ дүние бір уыс тарылып тұр. Бір ғаламат қалайда басталады. Жүрегі қалтырап, қорқып келеді Хансұлу. Құмайт шағыл аралап ирелеңдеген аяқ жолменен үздік создық шұбырған ел. Жыңғылды алаптан өте бергенде жол жиегінде біреудің ағаш сандығы қалды аузы аңқиып. Жақындай бере танып, Күлзипаның қара кебежесі екен, әспеттеп төрінде сақтап жүрген. Жол шетінде жатқан әшекейлі сүйекті қара кебежеге бұлар бір-бір қаратта, жұмған ауыздарын ашпастан өте берді. Не әкесінде, не шешесінде, не дәу апада тіл қатуға деген құлық болмады. Жалғыз ғана арқасындағы Түгелхан шыдамады. Сұқ саусағын шошайтып, ап деп кебежені көрсетті. Хансұлу соң білді. Күлзипаның кәрі әкесі бар еді, аузы ұрадай опырылған. Сол шал жүре алмапты. Күлзипа сол әкесін есекке мінгізіп қара кебежесін лақтырған екен. Ұзақ жүруге шама қайда. Іркес-тіркес шұбырған жұрт түске таман жолшыбай кездескен шоқ жыңғылдың арасына кіріп, ығын паналап шоғырланып іркілді. Жүктерін түсіріп төңіректен шөпшек жиып бықсытып әр жерден от түтетті. Шәугім шәйнектеріне су толтырып отқа қойды. Жұрттың соңын ала жеткен Хансұлулар да іркілді. Жыңғылдың түбінде жүк түсіріп ықтасынға алаша жайды. Әр бұтаның түбінде түстен келе жатқан бір үйлі жан ескі дағдымен түскі ас қамына кірісіп жатыр. Айтудың құмында отырғанда Хансұлу сығандардың тобырын көргені барды. Қазіргі мына шұбырған елдің жыңғыл арасына кеп түстеніп жатқан кейіптері дәл сол сығандармен аумай қалыпты. Қыз келіншек қатындар жер-жерден бықсытып от жағып шәугім көтеріп жатса да, танауға бәрібір ет иісі, сорпа иісі келмейді. Содан болу керек, қатындардың шаңқылдап бала-шағаға ұрысқан аш үндері жиі естіледі. Үй қағыңды келгір әр түр, отқа түсемей, мына қояншық деп жатыр. Қатира ошақ басына емінген балаларын қарғап сілеп. О, шынақ құдай деп бір қатын зарланып, құдайды қарғыстың астына алып жатыр. Желкем күн ашық аспан астында Хансұлу жайған шағын дастарханды қоршап, екі үйдің 4-5 жаны қуырылған жүгері, зағыра нан, ақсу шайға апақ-жапақ бас қоя берген. Сөйткенше дәу апа даусы дірілдеп, «Өй, жазған-ай» деді. Сөйтсе, бөлек-бөлек дастархан басында отырып қалған жұртшылықтар алап, қолында тостағаны бар бір бала келеді екен. Майлыбай Мүсәпір деген бар еді. Қой аузынан шөп алмас момын еді. Бала-шағасы 9 ба 10 ба көп болатын. Ас суы таусылатын реті бар еді пақырдың. Қайыр сұрап келе жатқан соның баласы екен. Әркім дастарханнан бір нәрсе шымшып алып, баланың созған тостағанына салып жатты. Кейбіреулер көзін алартатын болуы керек, бала жылыстап өте береді. Қолында жамаулы тостағаны бар, жалаң аяқ, жалаң бас, бұтындағы дамбалы өрім-өрім, 12-лер шамасындағы ер бала бұлардың жанына келді. Жазған баланың назары төменшіктеп, кісінің бетіне тура қарай алмайды. Төмен қарап тостағанын созып тұр. «Ау, жақындау керек» деді Пахрадин, дастархан үстінен бір уыс қуырылған жүгерін ұсына беріп. Бала үрке басып жақындады. Пахрадин тостағанға үңіліп қарады. Тостағанға Хансұлудың да көзі түсті. Баланың бүкіл ауылдан манадан бері жиған тары жүгерісі бір уысқа да жетпейді екен. «Манадан жинағаның осақ па?» деді Пахрадин, танауы шуылдап, өз көзіне өзі сенбегендей.
Бала бас изеді. Пахраддин сырғаның тізесінің астында жатқан шүберек қалтадан бір уыстай жүгері алып, баланың тостағанына тастады. Бала ұстап алатындай шапшаң бұрылып бүлкілдей жөнелді. Сырға шаршаулы назарын отағасыға қадап, сәл қабақ шытқандай болды. Пахраддин бәйбішесін түсінді де шарасыз күй кешіп, деп ауыр күрсінді. Еңсесі күрт түсіп ойға кетті. Әнеки, тағы келеді, таратып бер енді мына қалған бір уыс бидайды да, деді сырға. Ақырын айтса да күйініп айтты. Пахраддин басын көтерді. Қараса жетім қозылардай жан-жақтан өріп келе жатқан өңшең, жоқ жітік балалар. Ей, қарақтарым, қайда келесіңдер, ентелеп түге, деп қалды зор дауысты дәу апа. Балалар үрпиісіп тоқтай қалды. Келіңдер, келіңдер, деді Пахраддин дауысы қатқыл. Көкесі-ау дей беріп еді сырға. Пахраддин: жә, доғар, өлсек бірге өлдік. Осы нәрестелердің жанынан артық емес менің жаным, деді ширығып. Әңгіме осымен бітті. Пахраддин әр баланың жайған алақанына бір-бір шөкім бидай салып жатты. Осы жұртта Күлзипаның кәрі әкесі үзілді. Үн шығармай тез жерледі оны ел. Түс ауа тағы шұбырды. Хансұлудың бір қорыққан адамы Балқия еді. Бұрынғы күйіне басса, кез келген уақытта бас ауған жаққа тұрып жүре беруі керек еді. Жоқ, Балқия өйтпеді. Жетекке ерген ботадай томпаңдап қалмай келеді қатардан. Жат қылығы болмағаннан кейін дәу апа да, Хансұлу да оны аңдуды қойды. Бірақ қызықты қараңғы түскесін көрсетті Балқия. Іркес-тіркес шұбырған ел түс қайтқасында 2-3 бел асқан. Кеш түсе, қой селеуі молда құмсақ бір шағылды қоналқыға таңдап іркілді. Есектерді жайылсын деп селеуге арқандап, өздері шөпшек жинап, от жағып, жүктен ықтасын жасады. Айсыз қою қараңғы түнде шағылдың тұс-тұсынан от лапылдап, адам қыбырлап, төбесті пері қонғандай құжынап жатты. Ойбой, деді бір кезде от жанында отырған дәу апа орнынан түрегеліп. Құдай безгелдек, келін қайда әлгі? Бұлар жүктерді шешіп жұмсақ құмның үстіне төсек жайып күйбеңдеп жүргенде Балқия жандарында сияқты еді. Балқия, Балқия, деп дауыстады дәу апа. Ау, Балқия-ау, қайдасың? Тым-тырыс. Пахраддин бастап бәрі түгел өре түрегелді. Оттан қашықтап түн ішіне таман барып, бәрі қосылып, Балқия, Балқия деп айғайға басты. Аспан бұлтты. Көзге түртсе көргісіз қараңғы. Хансұлу отыра қалып үңілді көкжиекке. Не көп, жан-жақта бұталы шағылдар көп. Кенет түн түкпірінен сықылықтаған әйел күлкісі шықты. Хансұлудың тұла бойы түршігіп кетті. Мына жақта, деп әкесі далпылдап тұра жүгірді түн ішіне қарай. Әлгі есалаң күлкіден кейін Хансұлу қостан көп зауға қорықты. Пахраддинмен бірге ауыл еркектері де кетті дүрсілдеп жүгіріп. Балқияны қуған кісілердің айқайы түн ішіне қарай кем-кемдеп ұзай берді. Хансұлу шешесі екеуі түн жамылып бір уақыт тұрып кейін қайтты. Түнгі даланы бастарына көтеріп қанша айғайлағанмен бұл түні Балқия таптыртпады. Таң сәулесі жерге түсісімен сұр есектің беліне отырып Пахраддин Балқияны іздеп кетті. Ашыққан елді үркуге болмас, алға қозғала беріңдер, деп тапсырды Лабақа қонға. Дәу апа, Хансұлу, сырға бәйбіше жүктерімен осы шағылдың басында күтетін болды Пахраддинді. Пахраддин ізгесіп әлектеніп жатпады. Кешеге келген жолға түсіп ескі жұртқа қарай тартты. Көп ұзамай жерге жарық түсті. Күн шықты. Таң алдында ғана сәл-пәл сіркіреп өткен жаңбырдың иісі бұрқырайды. Топырақ, жас шөп иісі кеңсірікті жарып барады. Сеңдей соғылысып, ала-жабыр бұлт көшіп жатыр аспанда. Жалғыз аяқ жолға көп ұзамай Балқияның да ізі келіп қосылды. Балқия жолменен жалаң аяқ ызғып тартып отырыпты. Тіптен кідірмепті. Бүлкілдеп жүгіріпті әлсін-әлсін. Пахраддинді аямады есекті. Ызғытып айдап отырды. Содан екінді әлетінде ғана жақындат кешегі ауыл маңында іркіліп өтетін көлденең белге. Оған шықса, ескі жұртта қалған ауыл көрінеді. Сұр есек мамырлап құмсақ белге тырмысып шығып келеді. Осы арада Пахраддинді бір сезім биледі. Күтпеген сезім. Ол жұртта қалған ауылға қараудан сескенген, белгісіз үрей еді. Қайта айналып келмеу керек еді жұртқа. Қаңырап қалған қара шаңырағын көрмеу керек еді. Есегі сөйтсе асудың үстіне де шығыпты. Есектің аты есек емес пе?
иесіз ауылға қарап құлағын тікірейтіп, ал кеп ақырсын. Құм арасы қазан шұқыр ойпаңда үйректің жұмыртқасындай томпиған қоңыр үйлер. Есектің дүниені көшірген даусынан кейін сыртқа адам қара жүгіріп шығатындай қарай қалды Пахрадин. Бірақ ауыл селт етпеді. Жабулы есіктер жабулы күйінде тұра берді. Қаңғыбас құйын ғана шайқақтатып, жер ошақтардың күлін көкке ұшырып, ауылды аралап өтіп барады. Шағыл төбенің басындағы бұлыштың томпайған жалғыз моласына қарай бұрды есегін. Жан-жағда қоршалмай, басына қадау ағаш шаншылған жалғыз ғана төмпешік болып жатыр баяғы бұлыш. Есіл бұлыш. Боздағым-ай, есіл азаматым-ай, деді есегінен түсе берген Пахрадин. Сен бар екенсің ғой, сен жатыр екенсің ғой. Пахрадин жүресінен отыра қалып, көз жасы бетін жуа отырып, аят оқуға кірісті. Жануар сұр есек иесінің мына тосын халін түсінбей, құлағы салпиып тұра берді. Әлден уақытта Пахрадин көзін сүртіп, тізесінің құмын қаққыштап орнынан түрегелді. Байқаса моланың төңірегінде Балқияның жалаң аяқ ізі жатыр. Өй, ант тұрған-ай деп еңсесін тіктеп таң қалып, жан-жағына көз жіберді. Кенет көз анадай жерде шоқ дүзгенің тасасынан сығалап тұрған келіншекті шалып қалды. Сол-ақ екен. Балқия жалт берді. Балқия, өй, қашпа, өй, деп Пахрадин тұра ұмтылды кеп. Балқия байғұс қобырап тарқатылып кеткен шашы арқасында лықсып, ақ табаны жарқылдап зытып барады. Тап-таза құм бетімен. Үстінде өрім-өрім ескі бөз көйлек. Тәңір алғырдың тоқ балтыры жарқ-жарқ етеді. Ай, хай, ұрып кеткен, тоқта, деп аяғында етігі үстінде шапаны жүгіре алмай қорбаңдап келеді Пахрадин. Тәңір алғыр жабай болып кеткен бе? Киіктей жүйткуін. Балқия артына жалтақ-жалтақ қарап қойып, қайқайып тартып барады. Балқия, сәлгідір шайналайын, ау, Балқия, деп айғайлап келеді Пахрадин. Бірақ жалаң аяқ есалаң келіншек сөйткенше қырасып та кетті. Пахрадин жүгіре алмады. Демікпесі ұстап ырсылдап қалды. Кеудесін әрең сүйреп сусымағым төбеге де көтерілді-ау итшілеп. Қап, мына бейбақтың азабай, деді. Төбесінде іркіліп, ұшы-қиырсыз шалқар құм әлеміне көз жіберіп тұрып. Қайда қарасаң да жал-жал құмдар. Балқияның ізіне түсіп сөлпектеп жүгіріп және бір төбеге шықты. Бұ қараң батқырдың қарасы қайда батты деп күйініп. Сөйтіп тұрғанда есегі ақырды. Манағы қалған тұстан. Бұрылып қараса тұсаулы есегі ары қарай шапшып секіріп қашып барады. Оның ізінен итпе, қасқыр ме, әйтеуір бір қос көлеңке тақымдап қуып барады. Бұл ес жиып үлгергенше есегі сол ытырынып қашқан күйі ойпаңға құлап көрінбей кетті. Пахрадин есеңгіреп сәл тұрды. Қасқыр деген ой сап етті басына. Сол-ақ екен, тұла бойы мұздап қоя берді. Сөйтсе байғұс есек мана ақырамын деп басына пәлені шақырған екен ғой. Ту, атаңа нәлет, енді көрмегені осы еді. Балқия болса құрыды құм арасына тастай батып судай сіңіп, өзінің тұрысы мынау сөлпейіп. Бұл кезде қос қасқыр сұр есектің кеудесін үңгіп жеп жатқанда болар. Есекті жайғап болып ат ойлап қос қасқыр сайдан шыға келсе не істемек? Пахрадин ауылға қарай елпен қақты. Ырсылдап, борша-борша терлеп қоя берді. Бойынан әл кеткендей, үйлерге дейін жүгіре алатын шамасы жоқ. Жөнді ас ішпегендіктен болар, көзінің алды қарауыта береді. Аяғы да ап-ауыр, ырқына әрең көнеді. Ауыл отырған ойпаңға құлады. Қаңырап, жетімсіреп тұрған үйлер, қылт еткен тіршілік нышаны жоқ. Жым-жырт тыныштық. Жалғыз ақ өзінің аяқ дүрсілі дүниені көшіріп келеді. Шетте тұрған Қиқымбайдың үйінің есік алдына арсылдап жақындай бергені сол еді. Кенет іргеден тоқтыдай бір нәрсе ытқып шығып, бажылдап тұра келе қашты. Ту, атаңа нәлет, балпақ тышқан. Өмірінде бүйтіп қорықпаған шығар. Иманы тас төбесінен шықты. Үйдің іргесінен шарқырап шығып, және екі-үшеуі безді. Аяғының буын ұстасыншы енді. Тышқан жайлап кеткен мына ессіз үйге кіру қасқырдан да қорқынышты еді. Көзіне тер құйылып, бас айналып теңселіп, дәу апаның жұлым үйіне қарай өте беріп, аяқ астындағы жер ошаққа түсіп кетіп оңбай құлады. Қолымен жер таянып түрегеле беріп, басына бір ой келді. Біткен жерім осы екен деген.
Шалғайының күлін қағып буын-буыны қалтырап, әрең тіктеліп, дәу апаның қауашада үйіне қарай тәлтіректеп аяқ басты. Одан сәл әрі есік, түндігі тұмшаулы өз үйі. Есік алдында төңкеріліп жатқан дәу қара қазанның төңірегін тышқан қасып тастапты. Жоқ, өз үйіне өлсе жолақсы келмеді. Дәу апаның үйінің есігі сыртынан байланбапты. Ашық есікті ашып ішке бас сұғуға келгенде Пахраддин тағы жүрексінді. Үй ішінде әлгіндей азынаған балпақ тышқандар толып жүргендей елестеді. Найсап неткен жиіркенішті мақұлықтар еді. Ақыры лажсыз ішке бас сұқты. Қара көлеңке үй ішінде еш нәрсе байқалмайды. Сәл тұрып ішке кірді. Көзін жұмып теңселіп біраз тұрды үй ортасында. Ес жинады. Қара көлеңкеге көз үйреніп үй ішіне назар қыдыртты. Тірілей молаға кіргендей түршікті жаны. Адам кеткен үйде не жылу, не ұсқын болсын, әйтеуір қаңқайып тұрған бір қуыс. Төрде алашаның үстінде қырық құрау ескі көрпеше қалыпты. Сықырлауық есікті іштен ілдіріп, әлгі көрпешенің шаңын сілкіп төрге қайта төседі. Соның үстіне отырды. Шаршаған, әлсіреген денесі ұйып, тыныш демалыс аңсайды. Тынығайын, көп ұзамай күн батар, атасына нәлет, таң азанда-ақ жүрермін деді ойы. Сыртқа құлақ түріп, қалжырап жатып, көз ілініп кеткенде байқамады. Түннің бір уағында оянды. Тұла бойы тоңазып қалған екен. Түндіктің жыртығынан жайнап жұлдыздар көрінді. Үй іші қараңғы, бірақ жүрегі неге екені белгісіз, дүрс-дүрс соғады. Қорқыныш бар бойында. Қартаяйын дегені ме, қорқа берген несі? Сол-ақ екен, назары көлеңке ұйған есік тұсқа іркілді. Жабық есіктің ар жағында әлдене жасырынып тұрған сияқтанады. Пыс-пыс тыныс алғанын анық шалды құлағы. Дереу төңірегін қарманды. Түнде шешіп жатқан етік ілінді қолына. Есіктің бармақ сыйғандай саңылауынан бұған қарап бақшиған жалғыз көзді көріп қалды. Содан әй деп ақырып айбат шегіп, қолындағы сыңар етікті есікке қарай жіберсін. Есік жақ сатыр-сұтыр етті. Бұны аңдыған жын ба, пері ме, әйтеуір бір пәле апыл-ғұпыл тұра келе қашты. Айт деп тағы ақырды Пахраддин. Бұл жолы орнынан ыршып түрегеп, мақұлықтың аяқ дүрсілі ұзап бара жатты кем-кемдеп. Астапыралла, астапыралла, япірлерім деп Пахраддин жатқа білетін аяттарын бірінен кейін бірін шұбыртып жатыр. Енді ұйықтау қайда? Тар үйдің ішінде теңселіп, көрер таңды көзбен атырды. Құлқын сәріден тысқа шығып дәрет алды. Есік алдында отырып таң намазын оқыды. Жүруге халі бар сияқтанды. Қолына таяқ алды. Төңірек ала көлеңкелене бастағанда иесіз ауылдан жаяулатып жолға шықты. Пахраддиннің жолын тосып айдалада қалған Хансұлу, дәу апа, сырға бәйбіше екі түнідай ұйқы көрмеді. Шағылғымның басынан от шақты, айғайлады, Пахраддин адасып жүрме деп. Әдіра қалғыр, осының бәрі ана қаншықтың әлегі. Өлсе, өрем қапсың, неміз бар еді соны іздетіп деп күйінеді дәу апа, ашық үні саңқылдап. Сырға да үн жоқ. Иығына ішігін жамылып, отқа қарап тұнжырап отырады да қояды. Ауыл үйді тастап шұбырған күннен бері төңірек дүниеден бөлініп, өзінше бір тұңғиық қалыпқа түсіп жүреді. Бұрыннан да сөзге сараң, тілі майда, жұмсақ мінез шешесі соңғы күндері тек көлеңкедей қозғалып жүргені болмаса, үндеуден, сөйлеуден мүлдем қалғандай еді. Күн көтеріле Хансұлу жақын маңай шағылдарды аралап, көсік қазды, жуа терді. Осындай тіске басатын нәрселер болмаса, қалта түбінде қалған азғантай бидай, жүгеріні бұлар бір-ақ күнде жеп бітетін түрлері бар еді. Құм жуаны жұлып аузына салды Хансұлу. Қуат кеткен бойына ол да болса едәуір нәр, едәуір жұғын. Ал көсік дегеніңіз кәдімгідей ас. Соны іздеймін деп Хансұлу шағыл аралап, қостан ұзаңқырап кеткен екен. Әлден уақытта қыр астынан дәу апаның айқайы шықты. Хансұлу етегіне сүріне аттап төбе басына ұмтылды. Дәу апа таң саз берісімен ескі жұртқа қарай жүріп кеткен. Қырқаға шықса күн астынан ақ жаулығын бұлғайды дәу апа. Шақырып тұр. Хансұлу жүгіріп келеді. Көкесінен бір белгі болған ғой. Қырқаның күнгей баурайында керіскедей созылып біреу жатыр, шалқасынан түсіп.
Қасында жаулығы қарқарадай боп дәу апа отыр. Қара сұр шапанынан таныды жатқан кісіні. Көкесі. Хансұлу жақындай бергенде басын көтерді. Пахраддин сырқаттанып қалыпты. Бет-аузы ісініп, көзі жасаурап, күрк-күрк жөтеле береді. Дәу апа мен Хансұлу екі жағынан сүйемелдеп, қосқа әрең жеткізді. От жағыңдар, деді Пахраддин. Отты лаулатып жағып, суды қайнатып, алаша керіп, қалқа еткен қос ішінде дереу дастарқан жайылды. Пахраддиннің ерні жарылып, тобарысып кеткен. Бір кезде тұз салған ақ су шайдан тіктеліп отырып ұрттады. Зағранан, қуырылған бидай, жүгеріден шым-шым алып аузына салды. Уф, деп қояды Пахраддин ыстық шайдан ұрттаған сайын. Я Алла, я Барағата, я Бекет ата, деп дәу апа аруақты сарнап шақырып отыр. Пахраддинде үн жоқ. Көрпені бүркеніп алып, маңдайы жіпсіп, ақ су шайдан сораптай береді, сораптай береді. Түске таянған көктем күні шақырайып шекені шағып барады. Қуырылған бидайды қытырлатып, ақ су шайды үнсіз отырып ұзақ ішкен Пахраддин ақ тер, көк тер терлеп, аздан соң көзін жұмып сұлық жатты. Сырға бәйбіше жік жапар боп Пахраддинді қымтаумен жүр. Ау, деді бір кезде Пахраддин. Не, деді сырға елп етіп. Тіске басатыннан не қалды? Сырға үндемеді. Кішкентай қара шүберек қалтаны қоржыннан алып, Пахраддиннің алдына тастады. Қолдағы кішкентай бидайды тал түсте жұртқа үлестіріп берген әпенді еріне не десін? Осы ақ па, деді Пахраддин. Сырға тағы да тіс жармады, теріс қарап отыр. Деп сағысынып қалды Пахраддиннің. Көзін жұмып сәлгем үнсіз жатты. Ойланды. Әйелдер отағасыдан бір лебіз күткендей түгел тым-тырыс. Су қанша қалды, деді Пахраддин. Жарты емес. Дәу апа, деді Пахраддин қымтанып жатқан қалпы. Айта бер, деді дәу апа. Дәу апа, былай етуге керек. Мен бүгін асасы жүре алмаспын. Ал сіздер, Хансұлу екеулерің жүре берулерің керек. Іркілуге болмас. Менің қасымда сырға қалсын. Аман жүрсек жетерміз іздеріңнен. Суды торсықтарға құйып екіге бөліңдер. Жүгеріден бір қос уыс тастаңдар. Қалғанын алыңдар. Көтергендеріңше көрпе жастық киім алыңдар. Ал қимылдаңдар. Бөлінбей-ақ бірге болсақ қайтеді, көке, дей беріп еді Хансұлу. Пахраддин, болды, сөз қысқа, қозғалыңдар, деп кесіп тастады. Манадан үнсіз отырған сырға бәйбішесі теріс қарап, көзінің жасын сықты. Дәу апа, інімдікі жөн ғой, қарақтарым, деп бет әжімі қалыңдап күңірене күрсінді. Содан Хансұлу мен дәу апа екеуі екі баланы жетектеп жолға шықты. Дәу апаның иығында ала қоржын, Хансұлудың қолында су құйған торсық, киім-кешек. Иен дала. Селеулі шағыл басында шошайып қалып бара жатқан әке-шешесіне жалтақ-жалтақ қараумен Хансұлу кетіп барады. Дүние бұлдырап, көздің ыстық жасымен еріп үгітіліп, көк жиектер қорғасындай балқып, төңірек көлкіген сұйыққа айналғандай осы сәт. Аспан асты, жер үсті, Хансұлудың шарасыз тұншығуға айналған ғаріп халіне қарап қаңтарылып тұрғандай. Тіршілік доғарылғандай, жапырақтай жалғыз жүрегі қасірет айдында малтыған Хансұлу басқа ұрған балықтай дал. Еш нәрсені ұқпай, әйтеуір бір сергелдең далбаса күйде кеудесін сүйретіп келеді. Өмір кәдуілгі көктемнің қызыл суындай жайлы аққандай. Ештеңе ұға алмайды, ештеңе байыптай алмайды. Бар білетіні жетегінде томпаңдап келе жатқан құлыншағы, өпесі. Бар білетіні содан айырылып қалмау. Білегінен қыса түседі оның. Біраз ұзап шыққанша баласының да өзінің де көздері жастан құрғамады. Қолында ұзын сырық таяғы, иығында ауыр қоржын еңкеңдеп тартып келеді. Жалғыз аяқ жолменен дәу апа. Үн жоқ, іштей түйіліп тістеніп алған. Әлден уақытта, баламай, болған іске болат бол деген. Аллам душар қылмасын де. Бұдан да зорын көрген мына алдыңда келе жатқан бейбақ апаң, деді дәу апа, зор қоңыр даусы күңіреніп. Жалғыз аяқ жол біресе құмсақ шағылдар алап, ирелеңдеп, біресе тегіс сортаңға шығады. Жүрген сайын жантақты, ақ басты, жыңғылды, шилі алаңдар кездесе бастады. Алдан саяқ өскен биік, тораңғыл ағаштары көрінді. Құм аймағы артта қалғаны байқалды.
Кіші бесін шамасында балаларынан сұрап қыңқылдауға кірісті. Жол екі жағы жыңғылды шилі, қалың сортаңмен келе жатқан. Лүп еткен леп жоқ, кісі бойы жыңғыл арасы бұйығы тыныш ықтасын. Дәу апа иығындағы ала қоржынды шешіп, ұйып қалған белін жазып тіктелді. Ал балам, кәне не бар, шеш түйіншегіңді деді. Мана түсте жүрерде сырға суды өз қолымен екіге бөлгенді. Дәу апа ол кезде араласпай сырт беріп күйбеңдеп жүргенді. Хансұлу жарты күлше зағра нан мен қос уыстай қуырылған бидай түйілген орамал түйіншегін шешіп, дәу апаның алдына қойды. Нанды көріп балалар тамсанып ұмтыла беріп еді. Дәу апа: «Так, так, сәл сабыр етіңдер» деді. Күс-күс қолын созып, алдымен шаршы орамалдың жиырығын жазып кеңірек жайды. Арбиған саусақтарымен орамал үстіндегі шөкім бидайды бірнеше топқа бөлді. Сәл сабыр етіңдер балақайларым деп танауынан сөйлеп, бидайды 6 мен 4, одан кейін 8, одан кейін 12-ге бөлді. Құмалақ ашып отырған балгердей. Хансұлуда балаларды дәу апаның не істеп отырғанын түсінбеді. Асып кетсе қоңыратқа дейін екі түнеріміз. Мынауың былай деп, қабырғасымен кеңесіп отырған дәу апа енді қалған жарты күлше нанды ортасынан сындырып, екіге бөлді. Нанның иісі танауды қытықтап барады. Хансұлудың аузынан сілекейі шұбырды. Дәу апа екі бөлінген жарты күлшені және 2 рет сындырып 4-ге бөлді. Балалардың қолына бір-бірден жапырақтай ғана нанды ұстатты. Балаларым, өстіп жеткізбесек болмас, жол ұзақ, шыдаңдар деді дәу апа. Піскен қызыл бидайдан Хансұлу аузына салды. Қатты бидай емес, таңдайына бейне бір сарымай түскендей тұшынды. Жан дүниесі қасқыр шалып, қатты ашыққанын осы сәт сезінді Хансұлу. Зағра нан, піскен бидайдың иісі танауын жарып барады, жарып барады. Дәу апа орамалды жинат, жақсылап түйді. Бәрінің көзі сол түйіншекте. Түйіншекті дәу апа қоржынға ықтияттап өз қолымен салды. Содан кейін жүктерін иық қалып жолға түсті. Жол жыңғылды алаптан шығып дүзгенді, қарағанды құмсақ адырларды аралап ирелеңдеп алға тарта берді. Түс көріп жатыр Пахрадин. Ел іші бұзылмаған баяғы кездер екен дейді. Көл жағалай қонған өңшең ақшағала үйлер, ауыл іші құжынаған адам. Тойма мерекеме әйтеуір бір қуанышты күн. Жұрттың бәрі Пахрадиннің аузына қарайды. Жұрттың бәрінің құрметтегені Пахрадин. Пахрадин билік айтуға тиіс екен дейді. Сөйлеуге тиіс екен дейді. Тәйірі шаршы топ алдында сөйлеуден сірә Пахрадин қашқан ба? Бүгін әңгімені әріден бастағысы кеп, жиылған дүйім қауымды көзбен шолады. Бүгін әңгімені тіптен әріден бастамақ. Мынау алаш ұранды халықтың ата тегі жайлы, түп тамыры жайлы сөз қозғамақ. Тегін білмегеннен тексіз шығады. Талай жыл шежіре ақтарғаны содан емес пе? Соны көкірекке түйген, көкірегінде сайрап, бұлбұл оянғандай, ағарып таң атқандай. Жағын ашса көмейден күмбірлеп сөз ақтарлардай, оқыс бір шабыт үстінде тамағын кенеп, халқына жүзін бұрып еді. Енді тіл шеше бергенде оянды да кетті. Шалқасына жатқан Пахрадин басын сәл көтеріп төңірегіне қарады. Ми далада, ашық аспан астында жатқан қалпына сенер-сенбесін білмегендей, бір әуре сарсан күй кешіп отыр. Сенбе, жамбасында қара жер, төбесінде жұлдызы жылтырай бастаған алғара көк кешкі аспан төніп келеді. Әттеген-ай, түсі болып шықты әлгінің бәрі. Бір жағынан түс әсерінен арыла алмай, екіншіден мына шындыққа кескіні суық өмір шындығына көндіге алмай, біраз есеңгіреп отырды. Тері қайтып бойы әлде қашан тоңасып қалған екен. Уф деп күрсініп басын жастыққа қайта қойды. Ұйқысы шайдай ашылды. Бүгінгі күннің суреттері, тіптен үй орманын тастап қалаға қарай шұбырғаннан бергі оқиғалардың бәрі көз алдынан тізбек-тізбек өтті. Тағдыр шіркін бұны ілгері кейінді дірдектетіп, қуалап, айдай жүріп, ақыры міне жапан дүздегі қайдағы бір құмсақ, жайдақ төбе басына әкеп тастапты-ау. О, паруардігер, анау-мынау емес, 60 жылға тарта созылған бұл фанидегі сапарының соңы төбе басы болғаны ма? Бұ не жатыс? Жүргенде не бітірмек? Барғанда қайда бармақ? Барар жері, басар тауы қайсы?
Шырағдандай сирек жұлдыздар жылтырап далиған қара көк аспанға қарайды. Сол баяғы атам заманнан таныс зеңгір көк, таныс жұлдыздар. Пахраддиннің бала кезінде сол қалп еді, әлі сол қалпы, түк өзгермепті. Бұл неткен кеңістік, бұл неткен меңіреу әлем. Мына жер бетін құмырсқаша шимайлап, шым-шытыр тағдыр соқпақтары жатыр шатасып, ию-қию араласып, шиеленісіп. О, пәруардігер, соны шешемін деп, соны бір қалыпқа келтіремін деп, кісі ғұмыр өтеді екен арпалысумен. Қанша бас қурап, қанша шаш ағарады. Бейне өзі жерді тіреп тұрғандай, бейне өзі мәңгі сол жер бетінде алшаң басатындай, тойымсыз, қанағатсыз кісі арманы әлемді шарлайды. Құлқынның да, қомағайлығында шек жоқ. Талай бас соның құлы болып ақ қурайды. Соның қанағатын толтырамын деп, оңды солға соқтығады, алдайды, арбайды, иілет, бүгілет, жағынат, жалбыранат. Тыныш, ымырт қараңғысында жұлдызды алқара көк аспанға қарап осылай ой кешеді Пахраддин. Ойын бір көлденең тысыр бөліп жіберді. Мынау жым-жырт кешкі өлкеде өзінен басқа тірлік барын ұмытып кеткен екен Пахраддин. Тіксініп, тұла бойы түршікті. Кебісі сырпылдап, біреу жақындап келеді. Сырға, сенсің бе деді даусы біртүрлі алабұртып. Мен ғой деді сырға әлсіреп, әрең ғана дыбыс білдіріп. Пахраддин бәйбішесінің үнінен шошыды, үлкен күйзеліс үнін есіткендей құлағы. Қайда жүрсің жаным-ау? Лықсып көмейіне тығылған бір ыстық толқынды әрең ірікті. Жуа тердім. Сен ұйықтасын дедім. Аллай, аллай деп ет бауыры езіліп кетті Пахраддиннің. Жасаурай қалған көзін төңкеріп бәйбішесіне ұзақ қарады. Сырға жаулығын жағына орап алыпты. Иығындағы жуа салған ескі кенеп дорбаны алып, ақырын жерге қойып жатыр. Өзінде үн жоқ. Баяу, биязы қозғалады. Жүрегі шымырлады Пахраддиннің. Жан дүниесі алай-дүлей болды. О, кер заман деп іштей күңіреніп кетті. Мына сырға аяғын керіліп басатын кербездің өзі емес пе еді? О, кер заман, көрмегенді көрсеттің-ау сен заман. Қайран сырға, әйел затының падишасы сырға. Қыз күніңде сені жұрт бейіштен үзіліп түскен гүлме деуші еді. Сәніңді, салтанатыңды көрген, сыңғырлаған күлкіңді естіген жан қараптан қарап тұрып, шырын жанынан кешкендей еді. Сені қолға түсіру көктегі жұлдызды көксегенмен тең еді. Саған бас қосқанда Пахраддин аспанның гауһар жұлдызын алақанына қондырғандай, байтақ сахарадағы жалғыз бақытты жігіт өзі болып еді. Содан бері мінекей өзіңмен талай сәулелі жылдары бірге өтіпті. Сенің жанарыңның, жаныңның шұғыласы мынау сұрқай тірлігіне жарығын түсірумен келген. Қайран кермиығым, кербезім, керілген кер маралым. Кенеп дорбаны иығына салғаныңды көргенше, Пахраддиннің шыққыр көзі неге шықпайды? Пахраддин жаралы арыстандай ыңыранып, бұлықсып, күрсініп отырды. Не болды көкесі деп сырға лып етіп отырып қалды қасына. Үздігіп, мөлдіреп қарайды кеп бұған. Өзі көлеңкеде әрең қозғалып жүрсе де аяйтыны Пахраддин. Қайран сырға, асылым-ай, аяулым-ай. Сөйткен қосағың тәңірдей табынып жүрген азаматың не көрсетті саған? Не әуселі көрсетті? Иығыңа кенеп дорба ілгізіп, жуа тергізгеніме көрсеткені. Деп көкірегі қарс айырылып кетті Пахраддиннің. Дөңбекшіп кетті. Бісміллә деп үстіне түсіп жыламсырап бебеу қақты сырға. Көкесі не болды? Аллай, не жазығым бар еді. Деп ышқынып жастықтан басын жұлып алды Пахраддин. Екі иығынан дем алып дір-дір етіп, көзден жасы бұршақтап кеп берді. Қай қылығымнан жаздым? Не қиянатым болды адам баласына? Не жазығым бар еді? Бісміллә деп зәресі ұшып кеткен сырға зар илеп Пахраддинді құшақтай алды. Не болды, сабыр етші көкесі? Сырға ерінің кең иығынан қапсыра құшақтап, ашылып қалған омырауын қымтап әлек. Асасы, маған лағнет неге айтпайсың? Мен қарабет болдым ғой. Кешегі қаңғыған дүйім ел алдында, сенің алдыңда, бала-шаға алдында. Сенің обалыңа, жұрттың обалына қалдым мен. Көкесі, қойшы енді, Құдайдың ісі шығар.
Пахрадин сырғаның сөзіне жұбанғандай, байыз тауып ойланғандай болды. Сырға оны шұбатып отыр. Елді көшірсең, мал жанына жайлы қоныс іздедің. Жамандық ойлаған нең бар? Көшпеген жұрттың да көріп отырған әуселісі белгілі ғой. Білмеймін. Қырсық бір айналдырса, шыр айналдырадың керіме. Әйтеуір бір шырғалаңнан шыға алмай-ақ қойдық қой. Ақыры мынау тұзғынға түскеніміз. Содан кейін екеуі жайдақ төбе басында түн жамыла отырып, ұзақ ойға шомды. Ел дейсің-ау, сол елің қайда қазір? Жапан түзде шойырылып отырған сені неге сол елің қазір іздемейді? Аузыңдағыны жырып берген жұртың неге сені іздемейді, деді сырға ашынып. Пахрадин таң қалды. Сөзге сараң, өмірде үні шықпайтын сырғаның міне тұңғыш рет ашынып сөйлегенінің куәсі болып отыр. Айтып отырғанның бәрі рас, бірақ Пахрадин кешегі шұбырған елден сырға тәрізді қайырым, жәрдем дәметіп иегі қышымас еді. Өзгеге қарайламақ тұрмақ, ол жазғандар өз бастарын аман алып ел шетіне жетсе екен. Сөйтіп үкіметтің назарына ілігіп, әйтеуір аштық зұлматтың құрығынан құтылса екен. Бәйбіше, деді Пахрадин бір кезде. Ау, деді сырға. Қозғалайық. Шамаң бар ма жүре алатын, деп қуланып сұрады сырға. Бар-ау деймін. Кісі арып ашқанда қарғадым жер мұң болатын әдеті ғой. Ертесіне түске таман тіптен естен тануға айналды Хансұлу. Жапырақтап үзіп беріп үнемдеген нан да бітті. Баласы нан сұрап қақсағанда алғаш шың қағып кетермін деген, бірақ болғанда көнді. Ет үйренді. Балалар қақылдап ақыры нәтиже шықпағасын олар да тынышталды. Біресе арқалап, біресе жаяу жетелейді баласын. Балапанды жемдегенде ауық-ауық аузына бидай салып қояды. Баласы оны талмап жатып, кейде арқасында ұйықтап та кетеді. Өз-өзегі талып, көзінің алды қарауытса дағы сылпытып келеді. Әйтеуір сылпытып келеді. Алдында таяғы тырсылдап, өңкеңдеп адымдаған Дәу апа. Дәу апа, япырау бұ неткен қажырлы кісі. Шаршағаннан, қалжырағаннан Хансұлудың кейде тізесі бүгіліп кетеді. Сондайда отыра кетейін десе, Дәу ападан қорқады. Дәу апаның түсі өрт сөндіргендей ызбарлы, іштей ширыққан, жаныққан қолбасшыдай айбатты. Шаршағанын айтуға Хансұлу сескенеді. Жас басыңмен бұ не? Тақа, қамырдай езіліп, кәне қимылда, бас аяғыңды, деп тастау ықтимал. Өмірінде кісіден сөз естіп көрмеген Хансұлуды намыс қамшылай түседі. Жас басымен 70-ке келген кемпірден кем соққысы келмейді. Бір жағынан арқасына жабысқан қаршадай нәрестесін ойлағанда, кеудесінде жан барда қыбырлай беру керек екенін біледі. Божырауға, босауға хақы жоқ еді Хансұлудың. Балам, шаршадың ба, деп қояды Дәу апа. Үн қатуға шама жоқ Хансұлуда. Дыбыс қатпайды. Жә, шыда, қазір демаламыз, дейді тағы да Дәу апа жұбатып. Жиде, тораңғыл, тал өскен үлкен ұзынша аңғар сайдың шетіне жетіп іркілді түске таяу. Жар басына қоржынын қойды Дәу апа. Хансұлу арқасында ұйықтап жатқан баласын жерге түсірді. Байғұс балада үн жоқ. Әлсірегенге ұқсайды. Екі баланы жерге көрпеше төсеп, соның үстіне отырғызды. Алдарына орамал жайып, орамал үстіне азғана бидай шашты. Балалар бидайды балапанша шұқып теріп жеуге кірісті. Бәрінде де үн жоқ. Дәу апа да, Хансұлу да қытыр-қытыр шайнайды бидайды. Жарықтық қуырылған қызыл бидайдың иісі-ай. Дәмі балдай ериді таңдайда. Арындары ашылып, өңіреңдеп, жалмалап барады дастарқандағы бидайды. Түйіріне дейін теріп жеп. Әсіресе екі бала шүйкілдеп өліп барады. Жә, болды, қанағат, деп Дәу апа орамалды жинайды. Екі бала еріндерін жалап, жұтынып, жәутең қақты. Баласының түріне одан әрі қарауға дәті жетпей, көзіне жас айналып, назарын шөл далаға бұрды Хансұлу. Аспан таза, ашық. Жазғы тұрғы жалпақ әлемге күн нұрын риясыз төгіп тұр. Көгеріп, түлеп жатқан қырлар, сайлар, алыс жақын көк сағым, көлкіген алаптар. Тұла бойы зіл тартып, шаршаған Хансұлу отырған жерінде қоржынды жастанып қисайды. Сол-ақ екен, күллі денесі маужырап, ештеңені ойлатпай ұйқы шақырды. Уф, деп жаны жай тауып күрсінді. Пахрадин мен бәйбішесі түнделетіп біраз қозғалды. Аспанды бұлт бүркеп, аяқ жолдарын әрең көріп қана отырды. Түн ортасына таман бұлар
бір кең айтақырға келіп тірелді де соқпақ жолдан адасып қалды. Бірақ іркілмеді, келе жатқан бағыттарын өзгертпей ілби берді. Шығыстан таң сібірлей бастаған шамада қалың раң өскен үй орнындай тегіс көк шөптің үстіне көрпеше төсеп жатып демалды. Күн жерден тұсау бойы көтеріле, қоржынды иыққа салып тағы алға қарай қозғалған. Сәскеге таман тырбық дүзгенді көк шөбі тұнып тұрған құмайт шағылға кезікті. Осы жерде Пахрадин ойланып іркілді. О не көкесі, деді діңкелеп әрең келе жатқан сырға. Пахрадин сонау алыс сағым кілки бастаған көкжиекке екі оқтаулы ойланып кеп қарайды. Деп сырға жұмсақ құмға отыра кетті. О, паруардігер, деп жалпақ алақанымен мұртын сылап тұрып дағдарды Пахрадин. Менің шамалауымша бұл кезде біз есек өлгеннен өтіп жиделі сайдың о жақ бұ жағына жүруіміз керек еді. Ендігі жерде бағытымызда мынадай құм шағыл кездеспеу керек еді. Бұл қалай? Астапыралла. Сырға бәйбіше сөйлесуге шама жоқ. Отырған жерінде басын қоржынға сүйеп көзін жұмған. Пахрадин өз көзіне өзі сенбей биігірек бір төбешікке шығып тағы назар жіберді. Сағым тола бастаған төңірек атырапқа. Ай, әттеген-ай, түнделетіп бекер жүрген екен. Жарықта болса ғой соқпақ жолдан шығарым еді. Тіптен жолсызбен жүрген күннің өзінде де бұншалықты бағыттан көп ауытқымау керек еді. Бұған не көрінді адасып? Әлде мана таң алдында көз шырымын алып оянғанда бас айналып басқа жаққа жүріп кетті ме екен? Түсінсе бұйырмасын. Сырғаға не дейді енді? Қай бетімен айтады адастық деп? Жетпегені осы еді енді. Хансұлулар ел қарасын көреміз-ау деген үміттен күдер үзе бастаған. Жол жеткізетін емес, әбден титықтады. Балам, деді алда келе жатқан дәу апа. Бұл мезгіл кіші бесінге таянған шам еді. Айнала кісі бойын жасырғандай қалың жыңғыл, тал, ши, соның арасымен ирелеңдеп жалғыз аяқ соқпақ қашады. Балам, көріп келесің бе? Ел шетіне де жетіппіз-ау. Хансұлу еңсесін көтерді. Оң қапталда әудем жерде қабырғалары жартылай құлаған ескі кесек там тұр. Одан әріректе қалқиған сыңар қабырғалар байқалады. Және сәл жүргеннен кейін дәу апа, естіп келесің бе, деді. Тоқтап тыңдады. Хансұлу да іркіліп құлақ түрді. Есектің ақырғаны естіледі алыстан. Күн ұясына еңкейген шамада қозы көш жерде түтіні шүйкеленіп иірілген қала көрінді. Қоңырат деген қала. Жыңғыл арасындағы бұлтиған шағын бір төбешікке шығып қарап тұр бұлар. Аштықтан, жол азабынан ит сілекпесі шығып, аяқ үстінде әрең тұрған Хансұлуға Қоңырат ош етімен бұш еті көз жеткізбейтін шаһардай болып елестеді. Біріне бірі мінгескен үйлерде көп сияқты. Әйтеуір көзге тығыз жыпырлап көрінеді. Ғұмырында қала көрмеген Хансұлуға анау көрінген кесек үйлі Қоңырат қыры-сыры беймағлұм бір жат дүниедей. Қала дегенмен бізді онда құшақ жайып күтіп отырған жан жоқ, балам, деді дәу апа. Қабақ шытып, арқасында ұйықтап жатқан немересін әлдилегендей теңселе түсіп. Бәсе, деді іштей Хансұлу. Бәсе, осылай боларын сезген. Сонда бұлар танымайтын қалаға итміт неменеге сонша асықты? Бейтаныс қала ғой, түнде кірмей-ақ қояйық. Ұры-қары, аш-арық көп дейді ғой, деді дәу апа батыс жаққа мойын бұра беріп. Балам, мына тұрған зират Дәуіт ата зираты. Басыңда кісі түнейтін жері бар, сонда барайық. Дәуіт ата зираты үстірттің бергі бір мүйісінің үстінде екен. Төрт құлақты бейіттер батар күннің жалқын нұрына малынып тұр. Балам, хабарың бар ма жоқ па білмеймін, деп әңгіме бастады дәу апа. Мына алдымыздағы зират жарықтық қасиетті бабамыз Дәуіт батырдікі. Барақтан асау, асаудан Дәуіт туған ғой. Барақ батырдың аруағы өзінен кейін ұлы асауға, асаудан кейін осы немересі Дәуітке дарыған дейді. Аруағына бас иіп барайық басына, жалбыранайық. Дәу апаның даусы дірілдеп, сөзінің соңын жұтып үнсіз қалды. Кімге мұңын шағарын білмей келе жатқан Хансұлуға ұнай кетті мына ақыл. Бұның қасіретіне құлақ түрер әулие әнбиелер бар болса, Хансұлу да оларға айтар мұң зар аз еместі. Жайдақ төбе үстінде екен Дәуіт ата зираты. Көз байлана жетті. Ою өрнекті сандық тастармен қоршалған төрт құлақты бейіттердің сән салтанаты бірінен бір асады.
Меңіреу ымырт қараңғысына еніп бара жатқан қойымшылық маңайы жан үріккендей зіл тыныштық. Төбенің батыс жақ құлай берсінде төбесі шым сылақ, қоңыр кесек үй тұр. Дәу апаның айтқаны рас болып шықты. Есігін күрекпен тірей салған иесіз үй. Мінәжат етуші келім-кетім жұртқа арналып салынған үй. Балаларды жерге түсіріп иықтан жүктерін алып Хансұлу да, дәу апа да уф деп белдерін жазды. Балалар да төңірекке қарап аң-таң. Балаларым, көрдіңдер ме? Үйге келдік деп қояды дәу апа, балаларды алдарқатып. Дәу апа есікке тіреулі тұрған күректі ала бергені сол еді, маңдайша тұс сатыр-сұтыр ете қалды. Құс екен, қанаты сусылдап қараңғыға сүңгіп жоғалды. Тіфә, жүректеріңе түкіріңдер қорықсаңдар, деді дәу апа. Күректі алғаннан кейін сықырлауық есік шыңғыра шиқылдап ашылды. Үңірейген қараңғы ішке кіруге дәу апаның да жасқанып тұрған қалпы бар. Садаған кетейін деп қояды дәу апа. Осы әулиенің өзінің киелі құсы бар деуші еді. Сол екен ғой әлгі жарықтық. Дәу апа дегенмен жүректі кісі. Біссіміллә деп қараңғы үйдің табалдырығынан жалғыз аттады. Жан дүниесінде үміт пен күдік шарқ ұрып, екі баланы білегінен ұстап, шеттеңкіреп тұр Хансұлу. Сыртта жел көтеріле бастаған. Аспанды жапқан бұлт бар. Жауын жауып кетпесе не қылсын? Дәу апа шырт еткізіп оттық тұтатып, қараңғы жайдың ішін ала көлеңке жарық етті. Іле-шала кемпірдің садаған кетейін, бәсе деген қош көңіл үні естілді. Хансұлу балам, бері кел. Хансұлудың жүрегі лүпілдеп кетті. Құдды жаюлы дастарқан мол тағамның үстінен шыққандай. Дәу апаның даусы ширақ шығып еді. Балаларды сүйрей-мүйрей есікке ұмтылды. Бірақ ала көлеңке үй ішінде босаға тұста май шамға от тұтатып сопайып тұрған дәу ападан басқа назарға еш нәрсе ілінер емес. Хансұлудың назары дастарқанды, нанды іздегіштейді. Көрдің бе балам майшамды, деді дәу апа. Жарық түскен иесіз бөлмешіне ол да енді айнала қарап. Төрде қамыс төсеніш үстінде ескі текемет жатыр. Босаға жақта қазан, тұтқыш, құман тұр. Дәу апа біссіміллә деп қазанның қақпағын ашты. Үңіліп қарады. Міне, су бар екен балам, деді даусы ширап. Хансұлудың күткені бірақ басқа еді. Нан бар ма, сол еді білгісі келгені. Есеңгіреген күйі тек нанды іздейді. Нан деген ғажайып үнді естігісі келеді. Дәу апа үй ішіне үрпиіп үнсіз назар қыдыртқан Хансұлудың көздері жаутаң қаққан нәрестелердің нені іздеп, нені көздегенін түсініп ақ тұр. Өзі де көлеңкесімен қоса ербеңдеп тінтіп жүр бөлмешін, іздеп жүр. Балалардан маза кетті. Әже, ол не, нан ба? Едігенің таңдайы тақ-тақ етеді. Ой, балаларым, кәне, сәл шыдаңдар. Қазір отты жағып, өйді-өйт шайды қайнатамыз, өйді-өйт ыстық шай ішеміз, деп кенет дәу апа даусы самбырлап, бала шағаға қайрат бере, жігер бере сөйлейді. Өзі құмандалып сүріне аттап сыртқа беттеді. Бидай салынған кішкентай қалтаның ырқы дәу апада болатын. Дәу апа айтпайды қанша ас қалғанын, үнемдеп келеді әйтеуір. Хансұлудың шамалауынша бүгін бидай бітуге тиісті. Шайға дәу апа не бергелі отыр, о жағы да жұмбақ. Дәу апаның ажарына қараса үміт оты жылтырай түседі. Қазір дастарханға дәу апа қалайда бір жейтін дәм тауып қоятын тәрізді. Отта тұрған қара құман ақыры сақырлап қайнай бастады. Қайнады ғой, деді Хансұлу. Қайнады, деді дәу апа. Сен құманды ішке алып кіре бер. Хансұлу қара құманды тұтқышпен көтеріп ішке беттеді. Бірақ Хансұлуға керегі қара құман емес еді. Анталап отырған балалардың аузына қазір не тауып салады дәу апа? Сол еді аңдығаны. Бұл бұрқыраған ыстық қара құманды көтеріп бара жатып, ошақ жақта айналсоқтаған дәу апаға жалтақ-жалтақ қарап кетіп барады. Қараңғыда жанған отты айналып дәу апа әлдене іздейтін тәрізді. Хансұлу буы бұрқыраған қара құманды алып үйге кіргізді. Иықтарына күпі, бешпет жамылып, ұяда отырған балапандарда екі бала шүйкілдеп қоя берді. Нан. Шыдаңдар, сәл шыдаңдар, деп жаны қуырылып ышқынды Хансұлу, есікке қайырыла қарап. Дәу апа тезірек бір амалын таппаса, мына екі бала бұны түтіп жейтін түрлері бар. Балаларды алдарқатайын деп кесе алып дастарханға қойып, тұз қалтадан бір шым-шым тұз алып құманға тастады. Сыртта әлдене дүрс етті. Балалар есікке жалтақтады.
Дастарханға қоятын енді еш нәрсе болмағасын Хансұлу бір сәтке лажсыз дағдарып қалды. Аш нәрестелерге қарауға беті шыдамай, бір қырын есікке бұрыла отырды. Есік алдын орап жел есті. Іле кір-кір жаулығы қарқарадай боп еңкейіп ішке Дәу апа кіріп келе жатты. Дәу апаның қолында бір ораулы шүберек. Я Алла, деп Хансұлу көзін жұмғанда дүние теңселіп кеткендей болды. Балалар мойындарын созып ұшып кете жаздады. Дәу апа дастарханның бұрышына кеп тізе бүкті. Бісміллә, мінекей, деді ескі сұр шүберекті жаза беріп. Хансұлудың көзіне бөлшектелген ақ кесек құрт оттай басылды. Таңдайларыңа салып талмап сорсаңдар, бұдан өткен ас жоқ, тек асықпаңдар, деп Дәу апа әрқайсының қолына бармақ басындай құрттан ұстатты. Балалар құртқа бас салды. Қақала шашала шайдан да ұрттап жатыр. Асықпаңдар, сорып ішіңдер. Тілінің астында жатқан бармақ басындай тастай қатты құртты ақ су шаймен қоса талмап отыр Хансұлу. Жарықтық, болмашы тұз қатқан ыстық шай таңдайында ерген құрттың сүт дәмі бүкіл тұла бойына жайып тарап, күллі 62 тамырына жол тартқандай. Маңдайы жіпсіп қоя берді. Көзі жарқ етіп ашылып, санасына бір сәуле құйылғандай. Хансұлу осы кезге дейін мынадай дәмді құртты көрмеп еді. Бейне таңдайына майлы шырын сүт құйылып жатқандай, бейне таңдайына бейіс тағамы тамып жатқандай. Шым-шымдап бойға ас-нәрі жүгіре бастағаннан ақ, ендігі шаршағандары сезіліп, сүйектері ауырлап, отырған жерлерінде қисая кеткілерге маужырай бастады. Дәу апа бір кезде барып есікті жапты. Бармағын сорып ұйқыға кіріскен бөпесін құшақтап, Хансұлу текеметтің үстінде ұзыннан түсіп сұлық жатыр. Кірпігі айқаса береді. Денесі қорғасындай ауырлап, бір шырын масаң күйге көшіп барады ақыл санасы. Қайдан келді, қайда жатқанын, ертеңгі күні не болады, о жағын ойлаудан қалған. 9 бөлімнің соңы.